қоғамдағы жаңағы барлық өзгерістер ол барлығы үйден басталады да. Біз оны ұмытамыз да, ары қарай конференция соларға кетіп қаламыз. Бірақ біз қарапайым үйден бастайықшы. Жаңағы ыдыс жуудан, тамақ жасаудан, балаларға дәрі беруден, балаларды балабақшаға киіндіріп, балабақшаға апарып алып кетуден бастайық. Сол жаңағы стратегия қайттан қағазға отырып жазуда. Кімнің қолы бос, кімді бэкап жасай алады, егер де бэкап жасаса, одан қандай пайда аламыз деген сияқты келіссөздер жүргізіп, диалог арқылы біз осының бәрін үйден бастау керекпіз деп ойлаймын. Егер де біз үйде қарапайым үй шаруасын бір-бірімізбен бөлісе алсақ, бір-бірімізге түсіндіре алып, жаңағы ой, бұл еркектің ісі емес, бұл әйелдің ісі деген ұғымды мүлдем алып тастасақ, осы үйден ары қарай гендерлік теңдік қоғамға да тарала береді деп ойлаймын.